Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет болып шығатын молочная девочканың рецебін ұсынамын. Бұл жалпы торт менің күйеуімнің туған күніне арналып пісірілген. Мен рецепт түсірдім. Алдыменен қажетті ингредиенттерді мен астына жазып кеттім. Бізге май керек, яғни сары май. Ол бөлме температурасында болу қажет. Соның үстіне 3 жұмыртқаны жарамыз да азғантай миксерменен араластырып аламыз. Кейін осының үстіне сгущенка қосамыз. Қыздар, бізге жалпы 1,5 банка сгущенка қажет. Мен бірақ осы жерде ескерте кететін бір жағдайды айтқым келеді. Сгущенканы алған кезде бір сгущенканы қымбат бағада алсаңыздар болады. Мен мысалы мына 3 желанияны алдым. Бұл бағасы жағынан кішкене қымбат. Екінші банканы арзандауын ала берсеңіздер болады. Мына жерде мен кішкене арзанын алдым. Сонда жалпы екі қымбат алсаңыздар кішкене бағасы жағынан қымбаттау болады. Ал біреуін арзан, біреуін қымбатын алып араластырсаңыздар, жалпы ештеңе етпейді, жақсы болып піседі. Содан кейін қопсытқышты ұнға қосамыз да, массамызға қосамыз. Ұн өткізгіш арқылы осылайынан үгітіп, бүкіл массаға қосып, енді миксерменен жақсылап, массасы 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Жалпы массамыз сондай воздушный болып шығады. Бұл ең сәтті рецептердің бірі, қыздар, осыменен 100% шығады. Міне осындай күшті болады. Содан кейін пергаментке формасын сызып аласыздар. Мен тарелкамен өлшеп сыздым. Жалпы тарелканың диаметрі менде 22 см болды. 22 см жасайтын болсаңыздар, жалпы сіздерде 8 корж шығады. Мен қатты жұқа қылдырмаймын, орташа қылдырамын. Міндетті түрде қыздар жан-жағын қалыңдау қылдырыңыздар, жұқа қылдырып кетпеңіздер. Осылайынан жасап алып пісіріп аласыздар. Мен жалпы жасаған процесімді түсірдім. Осылайынан кезек-кезек пісіріп аласыздар. Әрбір көж ең кем дегенде 4-5 минуттың ішінде піседі. Осында сарғыш қылдырасыздар, қатты күйдіріп жібермеңіздер, себебі шеттері қатып қалса, сынып кетуі мүмкін. Енді кремін жасаймыз. Кремін жасау үшін кілегейді азғантай мөлшерде қоюланғанша миксерлеп аласыздар. Кейін оның үстіне, яғни творожный сырды және сахарная пудраны қосып, көлемі массасы 1 келкі болғанға дейін араластырасыздар. Қыздар, жалпы сливкиді тым қатты мөлшерде араластыруға болмайды, әріп кетуі мүмкін. Сол себепті бізге қажетті деген қоюланғанға дейін ғана араластыру қажет. Міне менің кремім дайын болды. Кремім дайын, корждарым дайын. Мен корждар піскеннен кейін тарелкамен қайтадан өлшеп, яғни шеттерін барлығын 1 келкі етіп кесіп алдым. Кейін осындай ретпен істейсіздер, яғни корж, крем етіп, осылайынан жақсылап тұрып жағып шығасыздар. Міндетті түрде торт ең кемі дегенде қыздар 4-5 сағат холодильникте тұру керек. Содан кейін ғана сыртын әсемдеуге болады, неше түрлі жазуларды жазуға болады. Бірден жасауға болмайды, себебі крем сұйық болады. Яғни крем сұйық болғанда ол формасын жақсы ұстайды, бірақ онымен жұмыс істеу кішкене қиындау болады. Сол себепті ең кем дегенде 4-5 сағат холодильникте тұру керек. Мен осылайынан жағып алдым да, сыртын түзеген жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Осылайынан жағып холодильникке қойдым. Егер де жинайтын кольцо болатын болса, торт жинайтын кольцо, сол кольцоның ішінде жинауға болады, ол тіптен керемет болады. Кондитерский мешок болатын болса, осы кремді соның ішіне салып алып, тесте және кондитерский мешокпен де құйып алуға болады. Бірақ мен өзімнің әдісім бойынша істеймін. Маған мысалы осылай ыңғайлы. Күрекшемен жағып жасау, сол себепті мен осылай жасадым. Міне осындай қалпында мен оны холодильникке қойдым, ештеңе істеген жоқпын, түзеулеген де жоқпын. Тек уақыт өткеннен кейін алып, түзеулеп, сыртына жазу жаздым. Ештеңемен әсемдемеймін, менікі осылайынан қалады. Қазір разрезе кескен түрімді көрсетемін. Разрезде, яғни торт қандай болып шығатынын қазір көрсетемін. Разрезде мне осындай болып шығады, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып кеттіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Райхан.